Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен мен Алиганушка. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді жасалу жолы өте оңай паста дайындайтын боламыз. Қазіргі кезде хит болып жатқан тағамдардың бірі. Видеома қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар достар. Ал кеттік. Алдымен қазанымызға суды қайнатып, жартас қас тұзымызды салып араластырып, спагеттиімізді салып пісіріп алатын боламыз. Бізге қажет заттар кілегей, сары май, пияз және тауықтың төс еті. Бірінші біз төс етімізді турап аламыз. Достар, осы рецептпен жасауға кеңес беремін, өте оңай және жылдам. Біздің спагеттиларымыз пісті. Бөлек ыдысқа салып, қазанымызды босатып, әрі қарай пастамызды дайындайтын боламыз. Менде бір қазан болғандықтан осы қызыл қазанымен пісіремін. Сары майымызды салып ерітіп, пиязымызды қызарғанша қуырып алатын боламыз. Біздің пиязымыз қызарып қуырылды. Енді тауық етімізді салатын боламыз. Араластырып қуырамыз. Қажетті дәмдеуіштерімізді саламыз. Тұз, қара бұрыш және өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді салсаңыздар да болады. Мен осындай 20% сливкиді қолдандым. Менде спагетти өте көп болғандықтан мен 500 мг сливкиді қолдандым. Біз пісіріп қайнатып алдық. Енді пісіріп алған спагеттиімізді салып пастамызды араластыратын боламыз. Менде сыр болмады. Сіздерде сыр бар болса, үккіштен өткізіп салып жіберулеріңізді сұраймын. Өте дәмді болады. Иісін айтсаңыздаршы, өте күшті. Біздің пастамыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, өте дәмді. Иісін айтсаңыздаршы. Достар, көріп тұрғандарыңыздай жасау жолы өте оңай. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, қоңыраушаны басып, белсенді болып отырыңыздар достар. Рахмет, сау болыңыздар.